Ассалаумағалейкумдер, армысыздар. Жаңаөзен қаласы. Бір мен екінші микрорайонның екі аралығында келатып, қазір бір дача рахат бірден сіздерге бір жақсы бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Әрі қарай видеомен бізбен бірге болыңыздар. Бәрі міне жұмыстан келе жатыр, жұмыстан, шаруашылықтардан келе жатыр. Міне час пиктің уақыты, көліктер қалада қазір. Аялдам, не дейді, бағдаршамда тоқтап тұр көп көліктер, өздеріңіз көріп тұрғандай. Таңның атысы, кештің батысы, не дейді жаңағы. Тірі адам тіршілігін істейді деген сияқты ғой. Сол сияқты. Осының бәрін бір бейнеге түсіріп, сіздермен бөлісейін дегенмін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай час пиктің уақыты, көліктер не дейді жаңағы ерсілі-қарсылы жүріп жатыр қалада кешкі уақыт қазір. Бұл кешкі қала, Жаңаөзен қаласы. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай аялдамада тұрғындар. Видеода бізбен бірге болыңыздар. Рахат бірден сіздерге қызық бір не дейді қызық нәрсе көрсеткім келіп тұр, комментарий жазарсыздар. Мынау автостанция. Рахат бірдің жанында автостанция, Карсити бар жанында. Мұнағында автозапчасть сататын жерлері бар, Мұнағында супермаркет бар, Рахат супермаркеті, Рахат бір шағын ауданында. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мынау Дархан деген осы бұрыннан келе жатқан магазин, бильярдный бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Пешеходтан өтемін. Осылай. Алып кеттік, пешеходтан өтеміз. Пешеходтан міне өттік. Рахмет, мұң жасасын. Енді мына Рахат бір 4-ші көшеде қазір мен сіздерге бір сатылатын үйді көрсеткім келіп тұр, асфальт көшеден. Бұлай қалаға қарай 15 минут, Нұр Отанға дейін асфальт көше Рахат бірдің, Мына жағында Қосай деген магазин бар, Мына жерде міне Тандыр донер деген бар, Дарханнан келе жатқан тротуар. Рахат бір 4-ші көшедегі үйді көрсетемін. Сол үйді сатылады деп жатыр, негізі бәкең сатылады деп жатыр. Ремонт жасап алып отыруға болады. Әрі қарай нақты қалаға жақын жерден Рахат бірден үй салып алып, қалаға жақын жерден үй салам десеңіз, үйді жығып, бұзып, қайттан салмасаңыз да болады. 4-ші көшеге де келіп қалдым. Солға орыламыз. Міне Рахат бірдің 4-ші көшесі, асфальт көше, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұрынғы бау-бақша орны ғой, енді ертеде Жаңаөзен қаласында не салған. Бақша еккен жерлер бұл жерлер, мына жерлер. Мынандай салған мына жерлерде коттедждер, үлкен-үлкен үйлер жақсылап салынған бәрі. 4-ші көше, балалар ойнап отыр есіктің алдында. Міне келдік 75-ші үй. Осы үй сатылатын үй, негізі. Сатылатын үй 75-ші үй. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандай, жаңағы айтқандай, бұзып үй салам десеңіздер, болмаса ремонттап алам десеңіздер, осы үйде сатылады. Бағасы келісім бойынша, бағасын білгілеріңіз келсе комментарийға жазыңыздар. Осы үйді білгілеріңіз келіп жатса, комментарийға жазып сұрасаңыздар, мен нақты түрде жауап беремін. Мына жер екі аралық, мынандай екі аралық, газын трубасы өтіп жатқан. Одан кейін мұнағы да аралық, мынандай газын трубасы өтіп жатқан. Осына угловойдағы үй, міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Жаңа неден бастап түсіріп келе жатыр едім ғой. Давай. Осы мынау Рахат бірдегі үй, өздеріңіз көріп тұрғандай. Міне ауласы қоршалған. Воротасы бар мына жерде. Жақындатып
көрсетейін. Бергі ворота осы. Бұл жерде коттедж, нелер жақсылап үйлерді соғып алған. Ворота, мынандай гараж. Енді әркімнің өзінің вкусына қарай. Есіктің алдында мынандай прожекторы бар, жарықтандырылған, көше асфальтталған. Негізгі адамдар мына жерді 4-ші көше деп атап кеткен ғой. Негізі атаулары бар, Гүлмайса деп міне жазылды. 4-ші көше Гүлмайса. Бұл жерлерге негізі газ, су, свет бәрі келіп тұр. Міне газдың магистраль трубалары өтіп жатыр. Суда жерасты трубасымен келіп тұр, магистральный трубамен. Свет міне бағанада үйге түсіп тұр, міне прямой. Мынандай Жаңаөзен қаласында риза болатынымызды, рахат қаланың орталығы көрдік па? Светтің бәрі жанып тұр көшедегі. Апораның басындағының бәрі жанып тұр. Риза болатыным осы да. Көше жарықтандырылды. Содан кейін көше мынандай не дейді атын қалып тұрмын осының. Мынандай көліктер келіп жайлап жүреді да, көрдіңіз ба? Атау мынандай болмаса тез жүріп кетуі де мүмкін. Мынада жайлап жүріп кедергілер орналастырылған. Ворота қоршалған үй осы. Бұл жердің артықшылығы, сосын мынандай жауын жауған кезде су келіп мынандай Италияда неде әр жерде қалаларда бар мынандай су келіп ағып кетеді. Су жиналмайды да, көрдіңіздер ма? Су жиналмайды асфальттың бойына. Келіп мынаумен ағып кетеді. Кәріз жүйесі орналастырылған ғой, су ағып кететін мынандай. Нарда ауланың ішіне келдік, 20-да 25, ауланың ені де 20-ға 25, 5 соттық жер ғой, 5 соттық жер мынандай. 20-ға 25, үйдің көлемі 10-ға 12 размері. Ремонт жасап аламыз, болмаса осы араны үйді бұзып саламыз десеңіздер, жер есебінде алсаңыздар да болады. Сол бағасын білгілеріңіз келсе, нақты комментарийға жаза салыңыздар. Үй есебінде де ремонттап отыруларыңызға болады. Іші жылы бұның. Сосын мынандай жеміс талдары бар, мына жерде айттық қой оны, Мына жерлерде виноград бар, міне, жаздың күні. Мына көлеңке болады жаздың күні еді. Алла қаласа келесі жылы мынаған дейін барады ғой, мынаның бәрі көлеңке болып жабылады. Виноград, Виноград жүзім ғой қазақшасы, былай айтқанда, Мынау үйдің кіреберісі, міне. Жақсылап ремонттап алып отыруларыңызға болады. Осы мен көрсетейін деп жатқаным манадан бері. Сол. Көлікте сатыла ма? Жоқ. Кеш батып кетті. Келіп қарасаңыздар болады, осы арда міне үй. Комментарийға да жазсаңыздар, біз комментарийға да жауап беріп отырамыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, біздермен бірге болғандар үшін комментарий жазыңыздар. Төменге подписаться басып қойыңыздар. Алдағы уақытта шыққан видеоларды көріп отырасыздар.